Жаңа форматтағы сату орталығы таңғы 8:30-нан бастап кешкі 17:00-ге дейін жұмыс істейді. Бір мезетте 20 тұтынушыны қабылдап, қатар қызмет көрсетуге шақталып, заман талабына сай жарақталған. Басқару мен бизнес жүргізудің жаңа әдістеріне көшуге ұмтылған Қазмұнайгаз өнімдері орталықтың ашылуын Астана күніне арнайы орайластырылған. Жаңа орталықта қызмет көрсетудің тың жүйесі ерекше назарда. Қызметкерлер 3 топқа бөлінген. Алғашқысы тікелей клиентпен жұмыс істеп келісім шарттар жасасады. Енді бір топ мемлекеттік құрылымдар және самұрық қазына компанияларына қызмет көрсетеді. Үшінші топ кассалық аймақта. Ең бастысы электронды кезек тұтынушы уақытын тиімді пайдалануға сеп. Мен талон алуға келдім. Где-то 5-10 минут кетті. Жақсы, өте жақсы. Қазмұнайгаз өнімдері мамандары орталықта кез келген тұтынушыға небәрі 5-7 минутта қызмет көрсетілетінін айтты. Озық осы тәжірибе өзгелерге өнеге болуы керек. Мы считаем, что это вот новые стандарты, которые надо задавать. Бұл біздің автобекеттер бизнес үшін жаңа инновациялық тәсілдерге көшудің үлгісі болуы керек. Ылғи да сын садағына ілініп жүретін жанармай бекеттеріне енді өзгеретін кез келді. Бұған дейін жанармай тапшылығы, тағысын тағылар салдарынан қызмет сапасы екінші планда қалып қойып жүрді. Сөйтіп 20 мыңнан астам корпоративтік клиентпен 100-ге мың тұрақты тұтынушыға мұнда барлық жағдай жасалған. Ең бастысы тұтынушымен кері байланыс бар. Қызмет сапасын тұрақты бақылауда ұстап, арттырып отыруға олардың өздері сеп болады.